Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аружан, және де бүгінгі біздің тақырып ұялшақтықты қалай жеңеміз, немесе қалай ортада ашыламыз, қалай адамдармен танысып, жаңағыдай нетворкингті дамытамыз, нетворкингтің маңызы туралы видео болмақ. Ендеше кеттік. На самом деле, достар, бұл нәрсені маған айтқан жарасады, өйткені мен негізінде мектеп кезінде болсын, қазірде тұйықтық, интроверттілік менде бар. Мен мектеп кезінде өте тихоня болатынмын, сыныпта шетте отыратын бір ғана подругам болатын. Ешкіммен араласпаймын, шетте өзімен өзім сабағымды оқып, кетем, оқуға келем, кетем, сөйтіп жүретінмін. Негізінде мектепте де сондай болатын, и универде де мен үйтіп қатты барлық адаммен таныса бермейтінмін, ешкіммен сөйлеспеймін. Ондай қатты универде студенттік өмірім қызық болды деп айта алмаймын. То есть бір басқалардың студенттік өмірін көрсең, кәдімгідей күнде бір қызықты кездесулер, сондай бірдеңелер болып отырады ғой. Достар көп, әйтеуір күліп ойнап жүреді. Менде ондай нәрсе болған жоқ. Енді таныстарым универде қойтын бір-екі сондай бір жақын адамдарым болады, танысамын адамдармен, бірақ именно компашка ретінде болған жоқ. И мектепте де, универде де сондай менде проблема болды. Қазірде мен универде 3-ші курста оқып жатырмын ғой. Қалай болды? Кейін мен түсіндім, то что мен мектеп кезінде тихоня болуыма себеп болған нәрсе ол менің эгоизмім немесе эгомның настолько қатты болғаны, что мен басымды иіп адамдарға бірінші қадам жасаудан қорқатынмын, жасамайтынмын. Бұл нәрсені қазір жаймендеп айтып бергім келіп отыр, өйткені қазір ой Аружан қумаш деп айтатындар маған пайда болып отырғанын білем. На самом деле адамдар неге ұялады, немесе не себепті біз ашылмаймыз, не себепті біз тұйық боламыз, неге бірінші қадам жасамаймыз. Мен ойлайтынмын, мектеп кезінде маған жалпы бірінші олар өздері келсін, бірінші өздері менімен амандасын, бірінші өздері жаңағыдай менімен танысын, бірінші өздері әңгіме бастасын. Мен үндемей отырам, күтем, біреудің маған келгенін күтемін деген, былай айтқанда бала позициясы болатын, жертва дейміз бе немесе. Яғни біреудің мені келіп құтқарғанын, мені үнсіздік деген бір проблемадан біреу мені келіп шығарғанын, ортаға тартқанын қалайтын едім, күтетін едім. Хотя өмірде де солай ғой, біз күтеміз всегда. Біреу келіп маған ақша берсе екен, біреу келіп маған көмектессе екен, сөйтіп біреу маған путевка беріп тегін бірдеңе ұтып алсам екен деп удачаны күтіп жүреміз. Сөйтіп бүкіл өміріміз өтіп кетеді ғой. Сөйтіп біз бүкіл армандарымызды күтіп жүреміз. Дәл солай ұялшақтықпен де менде сондай болатын, және бұл проблема менің ойымша көбімізге таныс болуы мүмкін. Именно мен күтетінмін деген сияқты ше. И неге біз күтеміз деген сұрақта, неге біз өзіміз бірінші қадам жасамаймыз? Өйткені как раз балалар, олар всегда күтеді ғой, балалар өздері ештеңе жасамайды, олар тек қана сұрайды, кәмпит бер, анау бер, бермесең жылаймын деп күте береді балалар, кішкентай балалар. Ал сен ересек адамның әрекетін жасаш, ересек адам сияқты шешім қабылдауды, ойлауды үйренші. Ересек адам не істейді? Ол бала сияқты біреуден бірдеңені күтпейді, ол өзі жасайды. Ол өзі жаңағыдай алып бере алады, ол өзі бірінші қадам жасай алады, шешім қабылдай алады, жауапкершілікті ала алады. Сол себепті біз не істейміз? Қанша ұялып тұрсақ та біз ойлаймыз, ұялып тұрмыз деп. Бірақ та ол да бір установка ғой негізінде. Ондай қатты біз неге қазір ұялу туралы бөлек айтайыншы. Именно тұйықтық ашыла алмаудың артында жаңағыдай эгоны сындыру жатыр ғой, былай айтқанда. Неге? Өйткені біз бірінші қадам жасауымыз керек болып тұр да. Ал бірінші қадам жасайын десек, бірінші қадам жасамаймыз. Неге? Өйткені біз отказ етуден қорқамыз. Жоқ, мен сенімен таныспаймын. Біз біреуге сәлем деп айтсақ, ол сәлем деп айтпай қоятын сияқты, немесе ответ қайтармай қоятын сияқты, отвергнутый болудан қорқамыз ғой.
бізді біреу сынаудан, біз туралы жаман ойлап қалудан, немесе бізге біреу отказ жасаудан, отшивать етуден қорқамыз ғой. Просто адамдармен танысқанда не обязательно жігіт пен қыз, кез келген бір жаңа таныстық кезінде бірінші қадам жасаудан неге қорқамыз? Өйткені отказ етуден қорқамыз. Себебі отказ айтса, біздің маскамыз шешіліп қалады да, өзімізді біз крутой санап жүрген едік қой. Ой, Аружан, сен күштісің ғой деген сияқты бәрі бізді мақтап жүр, иә. И біреу бізге жауабымызға біз қалағандай, біз күткендей жауап бермесе, болды. Сенің бүкіл коронаң шешіліп, самооценкаң түсіп қалады да ше. Сол себепті де біз бірінші қадам жасағымыз келмейді. Сол себепті де біз көбінесе үндемей отыра беруді таңдаймыз да. Сол себепті не істейміз? Ең біріншіден түсіну керек, то что Аружан, немесе мен өзіме сөйтіп айтқан болатын, Аружан, сен кімсің деген сияқты. Сен кімсің деген тикток есіме түсіп кетті. Сол сияқты ғой. Біреу сені жамандаса, біреу сен туралы сыни пікір айтса, оған басыңда қатыруға вообще не стоит, өйткені сен кімсің? Енді сені барлығы мақтай беретіндей сен патшасың ба? Даже патша болсаң да, президент болсаң да жамандайтын адамдар табылады. Даже президент емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзін жамандаған, немесе ұнатпаған, артынан таз лақтырған, сондай өлім тілеген, өлтіруге тырысқан, то есть не то что сыни пікір, өлтіруге тырысқан қаншама халық, былай айтқанда болған ужас. Самый идеальный адамды жамандайтын адамдар көп болған. Патшаны айтпай-ақ қояйыныздар. Ал сен кімсің? Сені жамандамайтындай, біреу саған жоқ деп айтса, сен тырысып қалатындай, немесе самооценкаң түсіп кететіндей. Айта берсін. Конечно, айтатын адамдар табылады, өйткені сені мақтай берген сайын сенің эгоң өсіп кетеді ғой. Как раз біздің Фирғауын деген как раз сөйтіп тәкаппарланып кетті ғой. Мен күштімін, мен бәрін жасап жатырмын, мен деп кетті ғой. Мен сосын құдаймын деп кетті, астағфирулла. Яғни андай дене тітіркендіреді. Сондай мен деп кеткенде бәрі мақтай бергендіктен. Сол себепті айтқым келеді. Негіз біз басқа темаға кетіп қалып жатқан сияқтымын қазір. Жұрттың ойынан қорқу деген нәрсеге алып келіп жатыр ғой, ашыла алмау ше. Ал жұрттың ойынан біз неге қорқамыз? Өйткені біз өзімізді күшті патша деп ойлаймыз. Біз туралы ештеңе жаман айтпау керек. Жаман айтса, самооценкамыз түсіп қалады. Поэтому не істейміз? Жаман айтуға, бізді сынауға рұқсат береміз. Сол кезде сені ешкім сынай алмай қалады. Басқаларға саған жоқ деп айтуға рұқсат берші. Сол кезде саған ешкім, енді жоқ деп айтатындар бәрібір болады. Бірақ та сен уже рұқсат берген кезде, уже сенде тәрбиелейтін эго болмайды да сол кезде. Себебі Құдай бізге кез келген ситуацияны бізді тәрбиелеу үшін жібереді ғой. Ал біреу саған не себепті жоқ деп айтады, біреу сені не себепті сынайды, біреу сені не себепті жамандайды, және саған ол қатты тиеді, задевать етеді, сен қаттандай бір ойландырып, немесе білейін деп кәдімгідей настроениеңді бұзып қайтсам екен. Көп ойланып кетесің да, біреу сені жамандасайшы. То есть не себепті жамандап тұр, өйткені, және не себепті ол сені задевать етіп тұр, өйткені, значит, сенің эгоң сөйтіп ісіп, үлкейіп кеткенде, эгоң болғандықтан Құдай саған сондай ситуацияны жіберіп тұр, что міне, сенде осындай проблема бар, осы нәрсені көрсету үшін. Ал егер сенде эго болмаса, ондай қатты болмаса, сен ешкім жамандамайтын еді, немесе жамандаса да оны байқамайтын едің. Байқап тұрсаң, или қатты андай жыныңа тиіп тұрса, біреудің сені жамандағаны, саған отказ жасағаны, значит, сенің эгоң қатты өсіп кеткен, что сен ешкім жамандауға болмайды екен да. Сол себепті не істейміз? Эгомен жұмыс жасаймыз. Өзімізді чорт ретінде көру керек, лох болу керек деген нәрсе жоқ. Олай емес. Керісінше мінезді болу керек, жаңағыдай өз сөзінде тұру керек. Бірақ бұл жердегі маңызды нәрсе, рұқсат беру керек адамдарды сынауға. Бірақ адамдарға құл болу керек деген сөз емес та бұл. Тек қана Аллахқа құл болу керек, адамдарға құл болып керек емес. В общем, бұл өте сондай, айта берсең көп нәрсе ғой. Бұл бір
біз алғашқы қадам жасаудан қорқамыз. Сол себепті айтқым келеді, маскаңды шешші. Болды Аружан, менде де сондай болады. Мен мектепте енді 5-ке оқығандықтан мұғалімдердің бәрі мені мақтайтын. И мен сол мақтай беретінді сол бір образдан шығып кетемін, сол образдан басқа Аружанға айналып кетемін деп қорқатынмын. Бір күні болмаса бір күні енді мен мақтамай қойсашы деген сияқты ше. Мен себеп 5-ке оқитынмын и мақтайтын мені всегда мұғалімдер жақсы көретін, салыстыратын басқа 3-ке оқитын балалармен. Ужас. Ну типа андай да. Сол кезде в общем синдром отличника менде болды мектеп кезінде. И мен бірінші қадам жасаудан қорқатынмын. Мен басқаларды өзінше деп ойлайтынмын да. Неге басқалар маған келмейді? Неге олар менімен араласпайды деп ше ренжулі сөйтіп жүретінмін. Неге мен деген сияқты. Мен сонда деген сияқты ше. Анау әртүрлі буллинг туралы нелер көріп алғам. Мен шеттетіп жатыр, менімен араласпайды деген сияқты ше. Енді бір-екі рет шеттеткендер болған, мектепте емес, басқа жерде. Бірақ та, то есть араласқысы келмегендер. Ол бәлкім маған травмада болған шығар. Сосын мектепте де сөйтіп ойлап қалдым да, енді не болады деп. Анау кішкентай кезінде мен шеттетті, енді мектепте де шеттетеді деп ойлағандықтан да не істеген шығармын, алғашқы қадам жасаудан қорыққанды шығармын. То есть бұл жерде бір ғана вариант емес та, мен әртүрлі варианттарды қарастырып жатырмын. Біреу таныс болмаса, басқасы таныс және нақты болуы мүмкін да. Менде де ғой деген сияқты ше. Бәлкім менде кішкентай кезден сондай бір травмада болды. Бірақ та не істейміз? На самом деле травма деген нәрсе жоқ, айтады да. Тек воспитание деген нәрсе бар. Құдай бізді тек қана тәрбиелеу үшін, өмірдегі оқиғалардың барлығы бізді тәрбиелеу үшін келіп жатыр. Сол себепті не істейміз? Менің сол кездегі кішкентай кезімде маған біреу айтқан еді да, типа, неге өзің басқа біреумен ойнамайсың, неге бізбен ойнап жүрсің деген сияқты. Кетші бар дегендей болды да. Мен типа лишний болып жүрсің мына жерде деген сияқты ше. Содан кейін өзімді андай неудачник сөйтіп сезініп, болды мен өмір бақи неудачник болып өтем деген сияқты да бір представление болған шығар болашаққа деген. Бірақ та керісінше әр адам өзінің алдағы, қалай айтсам екен, болашақтан тек жақсы нәрсені күту керек, сұрау керек, ниет ету керек. Жоқ, мен қазір неудачник болып жүрсем де, бәрібір болашақта, қалай айтсам екен, лидер бола аламын. Болашақта бәрібір де мықты ортам болады деген нәрсеге ниет ету керек екен. И мен қалай ниетімді өзгерттім? Осы травмамен қалай жұмыс жасайсың? Просто, окей, травманы қабылдайсың, травманы дейші, иә? Өткеніңде болған нәрсені қабылдап, окей, рахмет, Аллахым, осы нәрсе үшін, осы бір ситуация үшін мен одан дұрыс сабағым келеді деп мен болашаққа дұрыс ниет етуді үйрендім да. То есть мен болашақта бәрібір ашыламын. Мен ашыламын деген жоқ, барлығы сен ашыла алмайсың, сен андайсың, мұндайсың деп жүрсе, жоқ, мен ашыламын деген іштей менде ниет болатын. Өйткені шынымен де біз не нәрсені ниет етсек, сол нәрсені аламыз, немесе не сұрасақ өзіміз тілеп аламыз ғой, кез келген нәрсені. И қазіргі адамдар, бір ақын жазушыма айтқан екен, біз жамандықты жақсылық тілегенде қатты өзіміз жамандық тілеп аламыз. То есть осындай болып қалады, осындай жаман бірдеңе болып қалады деп жаман нәрсені өзіміз шақырып тұрады екенбіз да. Қалай ол деп не істемеңіздер, реально сондай мықты ғалымдардың өзі сөйтіп айтып жатыр. Сол себепті не істейміз? Тек жақсы нәрсені күтеміз, сұраймыз. Мен ашыламын деген нәрсеге сенімді болуымыз керек. Болашақта өзімізді дәл сондай лидер ретінде, лидер болмасақ та просто өз ойын ашық жеткізе алатын адам ретінде елестетіңіздер және соған амал етіңіздер. То есть менің қай уақыттан бастап ашылып бастадым? Мен ниет еттім, ашылғым келеді, мен орта тапқым келеді, Құдайым. Мен сондай компашка достарым болған қалаймын, 10, 15, 5 хотя бы. То есть көп адаммен араласқым келеді, танысқым келеді деп ше. И шүкір, қазір өте көп сондай әртүрлі жерден ортам бар, и дамушы ортам бар. Сондай бір ортақ темасы көп, именно
шетел туралы, ақша табу туралы, рухани болсын, сондай бір осознанный ортам, осознанный адамдармен таныс дос екеніме өте қатты шүкір етемін. Бірақ та мынандай күшті тағы да параллель в том, что мектеп кезінде, универ кезінде мен ешкіммен дұрыстап бүйтіп араласа алмайтынмын, өйткені бәрібір ортақ тема жоқ. Универдегілердің көбісі оқу бойынша енді айтады, немесе даму деген темадан қатты жақын болмауы мүмкін да. Сол жағынан бәрібірде ол жерде өзімнің ортамды таптым деп айта алмаймын. То есть кейде сіздің ортаны таба алмауыңызға не себеп? Просто сіздің адамдарыңызды жолықтырмауыңыз. Яғни егер де өзіңнің бір құндылықтарыңа сай адамдарды жолықтырсаң, саған өсек айтқан ұнаса, саған сондай адамдар келеді, ондай адамдармен сен смело оп-оңай тіл табысып кетесің деген сияқты, иә. Дәл солай маған көбінесе даму темасы қызық. Сол темада айта бергім келеді, тыңдай бергім келеді. И дәл осы темаға жақын адамдармен ғана қазір араласамын. Ортақ, в общем, общение ұстаймыз. Немесе общая тема көп, короче. Смело бітіп, интроверт, Аружан деген кетіп қалады ондай адамдардың жанында ше. Сөйлей бересің, немесе, в общем, сондай, қалай айтсам екен, өз орныңды тапқан сондай күшті, өзінің самооценкаң өседі, немесе қалай айтсам, сен тұйық емес екенсің деген сияқты мен өзімнің екінші қырымды көрдім да. Яғни, на самом деле, бүркіт суда жүзе алмайды ғой, бүркіт аспанда мықты ұшады. Балық ұша алмайды, ол суда күшті жүзеді. Дәл солай әр адам өзінің ортасын тапқан кезде ғана өзін еркін күшті ұстай алады да. Бұл мысал тек қана общениеда емес, жалпы жұмысқа да байланысты. Әр адам өзінің сүйіктісі, таланты болады деген сияқты. Дәл солай әр адам өзінің орнын, адамдардың арасында өз орнын таба білуі де маңызды. Ал өзінің орнын табу үшін, өзін тануы керек қой, өзін қандай екенін білу керек, өзін қабылдау керек. Өзіңді танысаң, сен шынайы танысаң, тек қана атыңды емес, шын мәнінде мына жерде не жатқанын түбін ақтарсаң, соған сай сені толықтай отражать ететін адамдарды жолықтырып бастайсың. Сол себепті айтқым келеді, танимыз өзімізбен, көп жұмыс жасаймыз, зерттейміз. Қалай зерттейміз, қалай танимыз? Өте көп өзімізге сұрақтар қоямыз. Өте көп, ол сұрақтардың списокі көп қой негізінде. Вопросы себе деп әйтеуір іздей беріңіздер, әйтеуір кез келген өзіңе сұрақтар қоя бер, кез келген проблеманы сөйтіп шешесің. Өзіңе сұрақтар қою арқылы неге, қалай, не істеймін деген сияқты жауаптардың барлығы мына жерде. Және де өзіңді, қалай айтсам екен, өзіңді солай жақынырақ танисың. Біз өзімізбен өте аз диалог жасаймыз да, өткенше. Мен бір темадан әртүрлі темаларды қозғап кетіп жатырмын да. Бәрі маңызды, бәрі өте керек. Біз не істейміз? Өте көп басқалармен сөйлесеміз. Подругамызбен қаншама сағаттап сөйлесеміз. Бірақ өзімізбен қаншама сенмен бірге өмірге келген, өмірден сенмен бірге кететін, енді ішінде сенің екінші адам жоқ, просто өзіңмен мына сен боласың ғой, өле-өлгенше всегда әрдайым жаныңда, және Құдай, бірінші Құдай, иә. Осы өзіңмен неге араласпайсың? Неге Құдаймен араласпайсың? Өзіңмен, Құдаймен диалог жасашы, диалогқа тұршы дегім келеді. Сол кезде өзіңді танышы, иә. Таныған кезде өзіңді жақынырақ. Сен басқалармен өзіңді салыстыруды қоясың. Өйткені, қалай айтсам екен, қызғалдақ ешқашан раушан бола алмайды, раушан да ешқашан қызғалдақ бола алмайды. То есть жануар болсын, өсімдіктерге қарасақ, жемістерге қарасақ, Құдайдың жаратқан, яғни өзін қолдан жасалған емес, жаратқан нәрселеріне қарайтын болсақ, Құдайдың, онда әр нәрсені әртүрлі қылдырып жаратты да. Еш нәрсе бір-біріне ұқсамайды, немесе әртүрлі ұқсай да алмайды, қанша өзгертсең де. Сол себепті де адаммен де солай. Сен ешқашан, мен Аружан ретінде ешқашан Сабина бола алмаймын, Сабина мен бола алмайды деген сияқты.
То есть ешкімге ұқсап керек емес. Осы нәрсені түсінсеңдер болды. Осы ты можешь проявляться таким, какой ты есть. Ты можешь быть счастливым таким, какая ты на самом деле. То есть мен бақытты болуым үшін өзгеруім керек. Өзгеруім керек дегенде қалай? Жаман жақтан жақсы жаққа өзгеру ол өте күшті. Бірақ та өзіңнің болмысыңды, табиғатыңды өзгерту ол қателеу. Енді мына жерде мен мынандай нәрсені не істегім келіп тұр. Адам кейде табиғатынан, Құдай табиғатынан сондай интроверт қылып жаратып қояды да адамды ше. Ал ол нормальный нәрсе. Жаңағы бірінші айттым ғой, ұялшақтық немесе тұйықтық деп. Егер кейде адам әдейі емес, даже адам әдейі істемейді ол нәрсені, әдейі біліп тұрып істемейді да, подсознательно мына түп сананың деңгейінде болып жатады. Санадан да түпкі жатқан санада адам өзі осознавать етпей, жаңағыдай бірінші қадам жасай алмайды, немесе ұялады. Өйткені маска шешіледі деп қорқады, коронасы немесе өзінің ойында. Бұл бір. Бірақ та кейде болады екінші вариант. Адам өзі сондай табиғатынан интроверт, немесе интроверт демесем, спокойный. Өйтіп көп сөйлеген ұнатпайды, немесе көп араласа бермейді адамдармен. И ол кейде неден емес, эгоизмнен емес, просто табиғаты сондай. Бірақ осы кезде кейде біз не істейміз? Өзімізді интроверт болғанымызды кейде кінәлаймыз. Мен неге осындаймын? Мен неге ашық емес? Мен неге тұйықпын деп өзімізді жібереміз. Мен ашық болғым келеді, мен ашылғым келеді, анау мынау деген сияқты ше. Менде тоже осындай проблема болады. Мен басқалар сияқты ашық болғым келетін, налитынмын, мен неге интровертпін деген сияқты, көп адаммен араласқым келеді деп. Бірақ та мынандай нәрсе, Құдай барлығымызды ерекше қылдырып жаратты, чтобы бәріміз бірге бір үлкен пазл мен бір сурет құралуы үшін, да полноценный сурет құралуы үшін. Себебі пазлда да барлық жаңағыдай кішкентай пазлдар әртүрлі болады. Бірдей пазл таппайсың, суреттерін айтатын болсақ, мысалға, оның барлық қосылып өте үлкен әдемі картинка шығады. Бәрі бірдей болса қалай болады, мысалға да, как минимум формасы бірдей болған өзі суреттері әртүрлі болады, бәрібір. Сол себепті не істейміз? Сенің Құдай бізді әртүрлі қылдырып жаратты. Біреуді ашық, біреуді, то есть интроверт, біреуін экстраверт, біреуін амбиверт қылдырып жаратса, Құдай не істеп жатқанын бізден жақсы біледі. Біз түсінбеуіміз мүмкін, неге, қалай, миымызға жетпейді. Бірақ Құдай біледі. Ал Құдай білсе, оған сенші, Құдайым сен, мен білмеймін неге екен, бірақ сенікі дұрыс сияқты емес, дұрыс қой. Мен адамдар, қаншама адамдар айтып жатыр, значит сенікі дұрыс, точно дұрыс. Сол себепті не буду спорить деген сияқты іштей шешіп қабылдау керек. И бір жағынан сені интроверт қылдырып жаратқаның артында қандай плюс болуы мүмкін деп ойландым да, и зерттедім. Сөйтсем, интроверт адамдар өздерімен өте жақсы гармонияда бола алатын адамдар, немесе өздерімен уақыт өткізгенді жақсы көретін адамдар, және де мақсатына жетпей қоймайтын адамдар, целеустремленный. Өйткені осы қалай айтсам екен, осы әлемде ең бай адамдардың көбісі интроверт болған екен. Стив Джобс, мысалға, сол сияқты миллиардер, үлкен ашушылар интроверт болған екен, интроверттер екен көбісі. Өйткені олар интроверттер ойына бір ой келсе, идея келсе басына, оны жүзеге асырмай қоймайтын, үлкен жаңағыдай жасағысы келе беретін, қатты мақсатқа фокус қоятын адамдар екен. Олар жаңағыдай энергиясын адамдармен араласуға қоймайды да, энергиясын еңбек етуге, жаңағыдай арманына, мақсатына қояды екен. Қараңыздар, қандай күшті Құдай бізге сондай үлкен, бұл нығмет қой. Бірақ та бұл деген сөз, значит, экстраверттерге енді қиын деген сөз емес. Керісінше, оларда да плюс бар. Олар зато сөз арқылы барлығымен араласып, оңай жаңағыдай барлығын шешіп кете береді. Олар фокус қоя алмаса да деген сияқты ғой. И всем комфортно таким, какими они являются, какими они были созданы. В общем,
бәрімізге Құдай комфортный қылдырып, ешкімге кем, ешкімге артық берген жоқ Құдай негізінде ше. Себебі ол өте әділетті. Және мен осы нәрсені қабылдағаннан кейін өте қатты шүкір еттім. Және өте өзіммен бір гармония таптым десем болады. Типа өзімді бұрынғыдай кінәлауды қойдым. Тек қана шүкіршілік. Және де мынандай нәрсе, интроверт болу, в общем, ол нормальный нәрсе бір жағынан. Бір жағынан интроверттілікпен жаңағыдай слишком қатты тұйықтықты шатастыру қате. Себебі интроверт адам ол бірінші, қалай айтсам екен, бірінші араласа алатын адамдар, олар бірінші қадам жасай алатын адамдар. Бірақ көп сөйлемейді, көп сөйлей бермейді, бірақ бірінші қадамды олар смело жасайды. Ал егер де сіз бірінші қадам жасаудан қорқатын болсаңыз, онда мен интровертпін, мен просто табиғатым сондай деп айтсаңыз ол қате. Потому что, қалай айтсам екен, интроверттерде ондай бір не жоқ, маска дейміз бе, эго дейміз бе, ой мен крутоймын деген. Керісінше олар өздерінің жаңағыдай өзінің крутой емес екенін біледі, интроверт екенін біледі и мойындайды, былай айтқанда ше. То, что мен осындай аз сөйлеймін, и что деген сияқты. Бірақ та керек кезде адамдармен таныса алады ол адамдар. Керек кезде бірінші қадам жасай алады. Осы нәрсе маңызды. Керек кезде бірінші қадам жасай алу. И мен өзім әдейі өзіме сондай челлендж арнаған болатынмын. Осы соңғы жылдан бір жылдан асты ғой деймін. Осы практиканы жасап жүргенмен мен өте көп адамдармен танысуды әдетке айналдырдым. Немесе бір іштей менде сезім келсе, так, мына адамға бару керек, жанына барып танысу керек. Қызық, кім екен бұл деген сияқты. Мен бір кофейняда отырған адаммен танысып кетуді үйрендім. Өйткені ондай сезім часто келе бермейді, бірақ келсе, сондай сезім келсе іштей, білген, ана орамалдағы қыз сондай әдемі болып тұр ше, немене асады екен деген сияқты менде қызығушылық пайда болды ана жол. Сосын отырым жұмыс істеп жатсам, жаңағы ой қайттан мазалай береді, ана қызға барғым келіп тұр, короче. То есть сосын барып танысып күшті болып қайттық, сондай маған керек сөздер айтылды. То есть мынандай нәрсе ғой, Құдай, барлық сезім Құдайдан ғой, және сол сезімді просто игнорировать етпеу керек та. Қазір маған мына адаммен танысу туралы сезім келсе, бар таныс. Сезім келмесе таныспа. Бірақ сезім келіп тұрып таныспаса, сол қателеу болады да. Сол сенің эгоңды көрсетеді. Сол себепті не істеуге кеңес беремін? Сезімдерді игнорировать етпейміз. Бір адамға бірінші қадам жасау туралы сезім келсе, жасаймыз. Немесе мен солай инстаграмнан да өте көп адамға жазып, давайте саламатсыз қалайсыз, анау танысайық деген сияқты өзімнің сол ортамды іздедім, және шүкір қалыптастыра алдым деп айта аламын. Әр қаладан таныстарым табылады. Әр елден дегенде енді Турциядан пока что бар шығар, басқа елдерден білмеймін. Бұйырса болады деп ойлаймын. То есть мектепте мен күшті орта таба алмадым. Бұл менің жаңағыдай болды чорт екенін дәлел емес. То есть чортсың деген сөз емес. Зато мен басқа жерде именно ақша табу жолында дейміз бе, мақсатқа жету жолында, рухани жолда өзімнің ортамды таптым деп айта аламын. Және оған себеп тек қана менің амалдарым емес, мен қандай амалдарды жасағанымды айтып жатырмын ғой. Мен еще дұға еттім. То есть Құдай маған өте күшті көмектесті. Өте, қалай айтсам екен, өте көп дұға ететім Аллахым. Мен қатты көп адамдармен араласқым келеді. Мен жаман қалай айтсам екен, мектеп кезінде шетте жүріп шаршап кеткенде, мен қатты өзім достарым болған қалайды деп күнде сұрайтынмын. И ортам болған қалайды деп. Шүкір, ортам бар. И сондай ортамен үлкен биік мақсаттар қоямыз бірге. В общем, даже мен сұрағаннан да көп берді ғой. Сол себепті не істейміз? Өте көп дұға етеміз Құдайдан. Аллахым, мені ашшы. Мен ашыла алмай жатырмын, мен эгомды жеңе алмай жатырмын. Немесе маған өзімді қабылдауға көмектесші. Кез келген көмекті Құдайдан сұраймыз. Мен тек бір подсказка бергім келді, бірақ болды, осыдан кейін болды, өмірім өзгеріп кетті деген нәрсе жоқ. Құдайдан сұраңыздар.
сол себепті солай инстаграмға жазылып кетсеңдер болады. Тағы да келесі жолы қандай тақырыпта түсірейін комментке жазып кетіңдер.